Today we are going to discuss about the differences between present simple and present continuous. Баршаңызға жалынды сәлем. Бүгін біз сіздермен present simple және present continuous екі шағының айырмашылықтары жайлы сөйлесетін боламыз. Жалпы көбісі present-тен басталатын сабаққа келгенде апай мен дәл осы жеріне келгенде түсінбеймін деп жатады. Сондықтан егер сізде де сондай ой туындаса, дұрыстап ыңғайланып отырамыз, мұқият тыңдаймыз, сіздерге осы екі тақырыпты дұрыстап тұрып түсіндіретін боламын. Жалпы ағылшын тілінде бірнеше уақыт шағы бар. Present simple, present continuous олардың ең алғашқы үйренетін түрлері, яғни уақыт шақтары, және бұл ағылшын тіліндегі өте маңызды уақыт шақтары. Екеуінің айырмашылығы неде, қайсысын қай кезде қолданамыз, оны қалай екеуінің ажыратуға болады. Жалпы бірінші айырмашылық екеуінің атауында present simple және present continuous. Present simple, simple бізде жай деген мағынаны білдіреді, present қазір, яғни қазіргі шақ. Жай осы шақ деген мағынаны білдіретін уақыт шағы. Present continuous болса continue, яғни жалғасу сөзінен шыққан, яғни қазіргі таңда жалғасып келе жатқан іс-әрекеттер, яғни созылмалы осы шақ. Енді сондықтан екеуінің айырмашылығын білу үшін ең алдымен атауына назар аударуды ұмытпаймыз. Simple және continuous деген сөзден шыққан екі уақыт шағы. Енді present simple, оның қандай айырмашылығы бар? Present simple бізде жай осы шақ, оны біз күнделікті өмірде қайталанатын іс-әрекеттермен қолданамыз. Мысалға, күнделікті өмірде біз қандай іс-әрекеттерді қайталаймыз? Біз таңертең оянамыз, бетімізді жуамыз, таңғы ішеміз, жұмысқа барамыз, түскі ас, кешкі ас, жұмыстан келеміз, шаршаймыз, теледидар көреміз, немесе фильм көреміз, одан кейін ұйықтаймыз. Осы іс-әрекеттер present simple уақыт жағымен қолданылатын іс-әрекеттер. Немесе сіз күнде қандай қызмет атқарасыз? Сіз мұғалімсіз, сіз дәрігерсіз, сіз банкте қызмет жасайсыз, сіз сатушысыз деген сияқты күнделікті өмірде сіздің жұмысыңыз. Дәл осындай сөздер, іс-әрекеттер бізде present simple мен қолданылады. Әрине, күнделікті іс-әрекеттерді білдіретін бізде уақыт үстеулері бар. Мысалға, күнде, әрдайым, немесе жаңағы жиі деген сияқты сөздер ағылшын тілінде де осы уақыт жағымен қолданылады. Мысалға, always, usually, often, every day, every week, every month, every year, яғни әр апта, әр жылы, әр күні деген сияқты. Немесе аптаның күндерімен every Tuesday, every Friday, әр сейсенбі, әр жұма. Яғни сіз бұл іс-әрекеттерді бір күн ғана емес, әр жұма сайын, әр ай сайын қайталайсыз. Сондықтан олар қайталанатын іс-әрекеттер болғандықтан present simple қолданамыз. Оның жасалу жолы қандай? Өте оңай. Біз ағылшын тілінде кез келген уақыт шағын есімдікке қарай ауыстырамыз. Яғни етістіктер есімдікке қарай ауысатын болады. Present simple-де біз оларды есімдікке қарай ауыстырамыз, бірақ бұл жерде басқа уақыт шақтарына қарағанда оның жасалу жолы оңай. Негізгі етістік қалай бар, солай қалады. Негізгі етістік дегенімізде, мысалға, ол мағыналық етістіктер. I eat, you run, we swim деген сияқты, осы swim, run, eat, go деген етістіктер қала береді. Ешқандай оның өзгертудің қажеті жоқ. Сондықтан I eat, you деген бізде сен, сіз, сіздер, сендер болып төрт есімдіктің рөлін атқарады. You eat, we eat, біз жейміз, they eat. Енді бұл есімдіктермен өзгерген жоқ, ал үшінші жақтағы есімдіктермен етістікке тек қана s жалғаймыз. She eats, he eats, it eats болып соңында кез келген етістікке s жалғауды ұмытпаймыз. Себебі оны жалғамау үлкен қателік болады. Енді бұл бізде болымды сөйлемдердің ережесі болды. Енді болымсыз сөйлем дегенне бізде мен істемеймін, жемеймін деген болымсыздық мағынасын білдіретін сөйлемдер. Ағылшын тілінде present simple уақыт жағында қалай жасалынады? Бұл жерде бізде present simple мен do көмекші етістігі жүреді. Do бізде істеу деген мағынаны білдіреді, бірақ болымсыз сөйлемдерде, сұраулы сөйлемдерде ол ешқандай мағынаға ие болмайды. Ол тек қана мағыналық етістікке көмектесіп тұратын көмекші етістік рөлін атқарады. Сондықтан мен жемеймін дегенде ағылшын тілінде I don't
eat болады. You don't eat. We don't eat. They don't eat. Don't деп қысқартылған формасы, оның ұзартылған формасы do not болады. Көбінесе қысқартылған формасы қолданылады, сондықтан қысқартылған формасын қолданған әлде қайда ыңғайлы, сол қысқартылған формасын қолдана береміз. Ал үшінші жақ үшін бұл жерде де s жалғау керек, бірақ болымсыздық мағына білдіретін do көмекші етістігіне ғана жалғаймыз. Doesn't. He, she, it, doesn't eat болады. Яғни мағыналық етістікке екінші рет s жалғамаймыз. Тек қана does бұл бірінші бөлігінде s жалғап тұрмыз. He, she, it, doesn't eat болады. Енді бұл бізде болымсыз сөйлемдер. Сұраулы сөйлемдерде қалай болады? Бұл жерде де көмекші етістік do немесе does болады. Оны біз есімдіктің алдына алып келеміз. Do I eat? Do you eat? Do we eat? Do they eat болады. Үшінші жақ үшін does she eat? Does he eat? Does it eat болады. Сондықтан present simple'ды жаттаған кезде осы заттарды ұмытпау керек. Do, does көмекші етістіктері болымсыз және сұраулы сөйлемдерде жүреді. Болымды сөйлемдерде үшінші жаққа s жалғаймыз. Енді жаңа сізге do you eat деп біреу сұраған кезде біз жауап беру қажетпіз. Я немесе жоқ. Ондай кезде ағылшын тілінде қысқа жауапты формалар болады. Yes немесе no деп қана қоймайсыз. Yes, I do. No, I don't деу керексіз. Немесе үшінші жақ болса, yes, she does. No, she doesn't. Yes, they do. No, they don't деген сияқты қысқа жауаппен, бірақ yes немесе no емес, қасына міндетті түрде уақыт жағын қолдану арқылы жауап бере аламыз. Енді present simple мен бәрі түсінікті деп ойлаймын. Present continuous дегеніміз не? Ол қазіргі шақта, қазіргі секундта, минутта сіз не істеп жатсыз, соны айту үшін қолданылатын уақыт шағы. Мысалға, дәл қазір мен ағылшын тілінен сабақ беріп жатырмын. Сіз видео қарап жатсыз. Басқа адамдар не істеп жатыр дәл қазіргі сәтте. Осы іс-әрекеттер бізде present continuous пен жүреді. Бұндай іс-әрекеттерді білу үшін ағылшын тілінде уақыт үстеулері бар. Олар көбінесе at the moment, қазіргі сәтте, right now, дәл қазір, now, қазір, today, бүгін деген сияқты үстеулер қолданылады. Енді present continuous'ты қалай жасаймыз? Бұл жерде де бәрі оңай. Present continuous'та бізде көмекке to be етістігі келеді. To be етістігі де бұл жерде көмекші етістіктің рөлін атқарады. Оның өзіне басқа көмекші етістіктер қажет емес. To be дегеніміз не? Ол бізде am, is, are. Ағылшын тілінде кез келген етістік қажет, сондықтан to be етістігі көбінесе етістігі жоқ кезде қолданылатын сөздер. Мысалға, I am a teacher. You are a teacher деген сияқты. Бұл жерде етістік жоқ, бірақ біз to be етістігін қолдану қажетпіз. Енді present continuous'те бұл мағыналық етістікке біз ing жалғаймыз. Яғни есімдік, to be етістігі және мағыналық етістікке ing жалғаймыз. I am reading мысалға. You are reading. She is reading. Бұл жерде байқап тұрғандарыңыздай to be етістігі үш түрлі болып өзгерді. Бірінші жағы үшін to be I am болады. I am reading. Үшінші жағы үшін ол is болып өзгереді. He, she, it is reading. Көпше түрдегі есімдіктерге you, they, we, ол are болады. We, they are reading. Яғни бұл бізде болымды сөйлем. Енді оны болымсыз сөйлемге айналдыру үшін біз тек қана жаңағы to be етістігіне not шылауын жалғаймыз. I am not reading. He, she, it isn't reading. We, you, they aren't reading болып, үш жаққа үш түрлі болып өзгертеміз бұл жерде де, және to be етістігінің қасына not шылауын жалғадық. Мен жаңа сізге қысқартылған формасын айттым. Ұзартылған формасында олар is not, am not, are not болып айтылады. Бірақ біз әрине қысқа формасын қолданамыз. Сұраулы сөйлемде to be етістігі бірінші орынға ауысады. Am I eating? He немесе is she, he, it reading? Are you, we, they reading болып тек қана есімдіктің алдына біз осы to be етістігін бірінші орынға ауыстырамыз. Егер біреу бізге present continuous пен are you reading, are you eating деп сұрақ қойса, біз бұндай сөйлемдерге я немесе жоқ деп жауап беру қажетпіз.
Present continuous'те жауабымыз қалай болады? Әрине to be етістігін сақтаймыз. Yes, I am. No, I'm not. Yes, he is. No, he isn't. Yes, we are. No, we aren't болып, яғни қысқа жауаппен to be етістігі арқылы жауап бере аламыз. Енді present simple мен present continuous мен бірнеше сөйлемдерді мысалмен қарастырайық. Біріншісі, I get up at 8 o'clock every day. Мен күнде таңғы 8-де тұрамын, оянамын. Бұл жерде every day және бізде күнделікті түрде қайталанатын іс-қимыл болғандықтан бұл present simple-да қолданып тұр. Мысалы, дәл осындай present simple-ге тағы бір мысал. She always eats eggs for her breakfast. Ол өзінің таңғасына әрдайым, әрқашан жұмыртқа жейді. Яғни ол күнделікті, күнде жейтін таңғасына заты, жұмыртқа. Сондықтан бұл present simple-де қолданып тұр. Енді present continuous-қа мысал келтірсек. I am reading a book. Мен кітап оқып жатырмын. She is dancing. Ол қазір билеп жатыр, дәл қазіргі сәтте. They are watching TV. Олар теледидар көріп жатыр. Яғни бұл іс-әрекеттердің барлығы қазіргі сәтте, қазіргі шақта орын алып жатыр. Бұл екі уақыт шағының айырмашылықтары осындай. Сіздерге барлығы түсінікті болды деп ойлаймын. Екеуін шатастыратын болсақ, екінші сөзіне назар аударамыз. Simple, жай осы шақ, continuous, созылу, жалғасу деген мағынаны білдіреді, сондықтан созылмалы осы шақ болып табылады. Енді келесі сабақтарда кездескенше барлықтарыңызға сау саламатта болайық деймін. Міндетті түрде сіздерге сабақтың астына үй жұмысын тіркейміз, үй жұмысын міндетті түрде орындаймыз. Сұрақтарыңыз болса, осы видеоны қайттан қарап, өздеріңіз білмеген заттарды міндетті түрде жазып, түртіп отыру қажет. Сондықтан назарларыңызға көп-көп рахмет. Thank you for your attention. Everyone, goodbye.